Құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан және жаһанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписайтесь етмелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Аймағамбетов педагогтар жұмысындағы жаңашылдықтарды айтты. Бұрынғы оқу-ағарту министрі Асхат Аймағамбетов депутаттар ұстаздар мәртебесі туралы заңға өзгерту даярлап, оны үкіметке жолдағанын мәлімдеді. Асхат Аймағамбетов телеграм-каналында ұстаздар туралы жазба қалдырып, ойын бөлісті. Мәжіліс депутаты мұғалім, мобилограф, блогер, күзетші немесе чат модераторы емес екенін атап өтті. Ол көпшілік ұстаздың басты жұмысы баланы оқыту екенін еске салды. Осыған орай Аймағамбетов депутаттар педагог мәртебесі туралы заңға түзетулер әзірлеп, үкіметке жолдағанын хабарлады. Мұғалімдер үшін қандай өзгерістер бар? Есеппен күрес. Қайталанатын есепке толды. Қағаз ба? Цифр ма? Біреуін ғана толтыру. Сонымен қатар бір ретте жүйеге енгізіледі ме? Жетеді. Күнделік немесе НОБД немесе білімланттың біреуіне ғана енгізілген дерек бірнеше жүйеге де қалданбауы тиіс. Instagram, Facebook тек қалауымен мұғалімдер пост жалғасуға немесе блог жүргізуі мәжбүрленуге болмайды. Бұл тек еркімен. Чаттар мен хабарламалар тек ресми LMS жүйесі менен электрондық поштада. Мұғалімдер тәндірдік тәулік күн сағаты бойынша аспардан отыратын модератор емес. Жауапкершіліктің айқын шегі мектепте тиіс жағдайда мұғалім жауап бермейді. Ол кезекші немесе детективте емес. Бұған қоса біз мұғалімге тән емес функцияларды дегендей түсінікті заңның алғашқы анық жаздық. Сонда нақты қорғау оңайырақ болады. Ол заңға менен еңбек туралы келісім шарттардың көрсетілген жұмыстардың бәрі. Мектеп ата-ананың келісімі. Мектеп пен ата-ана арасындағы келісім мәртебесіне күшейеді. Тәрбие ортақ іс, барлық ауыртпашылық мұғалімге ғана тиіспеуі тиіс. Енді ата-аналар мен мектеп осы келісім шартты қатаң ұстануын міндетті болады. Шынайы қорғаныс. Педагог мәртебесінің бұзылуы үшін айыппұлдар күрт өтті. Бұған қоса, заңға мұғалім психологиялық және физикалық зорлық-зомбылыққа мүлдем жол бермейді деген норма енгіздік. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.